Ассалаумағалейкум ағайын. Атажұрт телеэкспедициясы Қарғалы ауданына келіп жетті. Міне таң ертеңмен осынау керемет табиғат аясында біздің сапарымызға сәтті болып, міне нұр жауған күнде бүгінде міне күн бұлттанып тұр, мүмкін жаңбырда жауып қалар. Ал Қарғалы ауданы өзінің табиғат кереметтерінен бөлек, сонау ерте заманда ата-бабаларымыз мекен еткен үлкен тарихи мекендер бар. Ал біздің бүгінгі сапарымызда осы жерлерді толықтай аралап өтетін боламыз. Қазақстан Ақтөбе телеарнасының Қазақ хандығының 550 жылдығы аясында ұйымдастырған Атажұрт телеэкспедициясы Қарғалы ауданындағы сапарының мақсаты осы уақытқа дейін белгісіз болып келген тарихи мекендерді жан-жақты қамтып, аймақтың тамаша табиғатын, әсем жерлерін халыққа насихаттау, ішкі туризмді дамытуға септігін тигізу. 1966 жылы Ленин атауымен құрылған бұл аудан 1997 жылы 17 маусымда Қазақстан Республикасы президенті жарлығымен Ленин ауданы Қарғалы ауданы болып өзгертілді. Жер аумағы 5000 шаршы километрді құрайды. Халық саны 17000. Ауданда минералды және тұщы жер асты сулардың үлкен қоры бар. Міне Қарғалы ауданындағы алғашқы біздің нүктеміз бұл сонау ерте заманнан бері қалыптасқан Қызылтам аталып кеткен. Аға, бұл мекеннің тарихы қалай болады? Қызылтам Ақтөбе облысында екі аймақта кездеседі. Біреуі Қобда өзенінің бойындағы Қызылтам, екіншісі осы Жақсы Қарғалы өзенінің бас жағында, мынау Қарғалы су қоймасы қалыптаспай тұрғанда 17 ғасырдың аяғы 18 ғасырларда осы мавзолей салынған деп есептеледі. Әйгілі ағылшын саяхатшысы Джон Кессельдің Әбілқайыр хан ордасына 1736 жыл келуімен байланысты. Бір апта Ырғыз өзенінің бойындағы Әбілқайыр хан ордасында болған Джон Кессель қайтар жолда елекке құятын Жақсы Қарғалы өзенінің бойында археологиялық қазба жүргізген. Өкінішке орай қазып алынған заттардың барлығын сол кездегі казактардың атамандары тартып алған, Самараменен Орынборға қайтар жолда. Бірақ ол өзінің күнделігінде асыл ақық заттар табылғандығын, қасындағы еріп келе жатқан Қырғыз қайсақ өкілдерінің оның бейітті қазғанына қарсылық білдіріп, онша ақыласты болмағандығын айтады. Ол табылған заттар тек жазба бетінде ғана тіркелген. Қарғалы ауданындағы іргелі тарихи ескерткіштердің бірі Қызылтам кесенесі. Ескерткіш Ақтөбе қаласынан 56 шақырым жерде Қарғалы су қоймасының жағалауында орналасқан. Бұл кесене орта ғасырлық ескерткіш қатарына жатады. Шамамен 15-17 ғасырда қызыл кірпіштен салынған Қызылтам деп аталу себебі де осыған байланысты. Уақыт өте келе табиғат әсерінен құлап бұзылған. Ескерткіш қос күмбезді шаршыланып келеді. Биіктігі 3,75 метр, ал диаметрі 25 метрді құрайды. Ел аузындағы аңыздарға сүйенсек, қалмақ пен қазақ арасындағы қақтығыс кезінде қаза болған қос ғашыққа арналып тұрғызылған. Мұның бәрі сол ерте замандағы заманда болған орта ғасырлық кірпіш дейміз. 26-26 қалыңдығы 5-6 сантиметр болатын кірпіштер, бұл орта ғасырлық стандарттар. 26 деген сол ол кездегі таным бойынша 26 мың жылда бір рет қайталанатын кеңістік прецессия заңы астрономиядағы кеңістікті сипаттайды. Ал қалыңдығы 5-6 сантиметр. Алла тағала бір уыс жарық нұрды шашып жіберіп, 18 мың ғаламды 6 космостық күнде жаратқан дейді. Осындай сенімдерге байланысты орта ғасырлық кірпіштердің өлшемі осындай болып келеді. Қарғалы ауданы Ақтөбе облысының ең көрікті және экологиялық таза аудандарының бірі болып саналады. Осы аймақ пайдалы кендермен ғана әйгілі емес, флора және фауна дүниесіне де бай. Аумағы біраз жерді қамтитын Қарғалы су қоймасының сыйымдылығы 280 миллион шаршы метр болады. Су қоймасының салынғанына 30 жылдан асыпты. Бұндағы су қоры жыл 12 ай үзбей пайдалануға, бірнеше жүздеген гектар алқапты суландыруға жетеді. Қызылтам осы кесенесі, жалпы кесене деп айтамыз ғой енді. Бұл енді осынау бізде қазір заманауи Қарғалы су қоймасының жоғарысында орналасқан. Осы Қарғалы туралы айта кетсеңіз. Облыстағы ең судың көлемі жөнінен ең үлкен су қоймасы болып есептеледі. Мәселен, Ырғыз Торғай резерватындағы 80-90 көлді біріктіретін сулар барлығы 255 миллион
текше метр болатын болса, мынау Қарғалы су қоймасында 280 миллион текше метрден артық су бар. Бұлай көлемі шағын болып көрінгенменен өте терең, суды көп сақтайтын су қоймасы. Арнаулы бөген арқылы Жақсы-Қарғалы өзенінің бойымен төмен қарай жіберіледі. Су көп болған жағдайда мол жіберіледі, аз болған жағдайда аздап жіберіледі. Сөйтіп Жақсы-Қарғалымен ағып барып, Ақтөбе қаласының түбіндегі Елек өзеніне жалғасады. Осы қаланың аймағындағы, облыстағы бір ылғалды мол сақтайтын, қажет болған жағдайда мынау Ақтөбе қаласына дейінгі бау, бақша, егіс, соларды суландыруға пайдаланатын, сосын ауыз су есебіндегі ең тұщы су көздерінің бірі болып есептеледі. Сулы жер, нулы жер, Қарғалы су қоймасының айналасынан саябақ жасауға болады. Оның арғы жағы тау, одан әрі қарай орман, орманның іші тұнған жеміс. Айналадағы тау шатқалдарының ішінде бұлақ көздері көп. Бұдан басқа аймақ тарихи ескерткіштерге бай. 19 ғасырда өмір сүрген белгілі діни қайраткер, діни сауаттылығымен қатар араб, парсы тілдерін меңгерген ғұлама ағартушы Нұрпейіс Қазіреттің өсиеті бойынша 1905-1906 жылдары Сафа Ишанның қызыл кірпіштен салдырған мешіті Қарабұтақ ауылында әлі күнге дейін бар. Сол кездің қала бойынша ауыл молдаларынан сауатын ашып, одан кейін Бұхарадағы Көгілташта 6 жыл оқыған, содан кейін Шам шаһарында, Сауд Арабиясында Шам шаһарында 4 жыл білімін шыңдап келген. Елге келгеннен кейін ол шамасы бір 22 жас екен, оны жаңағы Ресейдің патшасы алдына шақырып тапсырма берген. Осы өңірлерге жаңа Жем, Ор, Қарғалы бойларына Елек бойына мешіт салдыруға рұқсат деп қолына қағазын береді. Нұрпейіс Қазіреттің жайлау қыстауларын осы уақытқа дейін халық пайдаланып келеді. Табиғатты тұрғындар қорғау мақсатында ауыл маңындағы егілген ағаштарды сақтап келген. 10-15 жыл ішінде үлкен қалың тоғайға айналған. Ауызсу мәселесінде шешкен. Таудың етегі мешіттің жоғарғы жағында аштырған бұлақтың игілігін бүгінгі күнге дейін халық қызығын көруде. Сол бұлаққа қондырғы орнатып, 60 үй таза су ішіп отыр. Қарабұтақ ауылында Нұрпейіс Қазірет бабамыздың осынау мешітінің жанында сонау ерте заманнан бері қалыптасқан бұлақ бар. Ауылдың орталығында арнайы ауыз су құбыры болса да, бұл ескі бұлақ әлі де жұмыс істеп тұр. Оның бойындағы суын көру үшін біраз еңбек етуге тура келеді. Міне құрметті көрермендер, сонау ерте заманнан бергі осынау бұлақтан ауыл тұрғындары жаңа су құбыры құрылғанша ауыз су тұтынып тұрды. Бұл да өткен ғасырдың біздің уақытымызға жеткен тарихи мұраларымыздың бірі деп білеміз. Қарабұтақ ауылының маңындағы қатпарларда ғасырлар сақтаған құпиялар бар. Өткен ғасырдың 30 жылдары геологиялық зерттеулер бойынша көмір болу мүмкін деген болжаумен қазылған үңгірлер әлі күнге дейін сақталған. Қазіргі таңда бұл үңгірлер мектеп оқушыларына туристік орын ретінде көрсетілуде. Қарғалы ауданының Қарабұтақ ауылында осындай арнайы геолог мамандардың өткен ғасырда қазып кеткен үңгірі бар екен. Бұл үңгірдің ұзындығы 30 метр, яғни осы жерде ауыл балалары арнайы экскурсияға шығарылады. Осынау Қарғалы ауданының осындай қыраттары ішінде құнды минералды осындай жердің байлықтары бар деген неге сеніп, геологтар өткен ғасырда осы 30 метрлік адам бойындай қалып қазған. Бұл негізінен бұл жерден көмір шығуы мүмкін деген ойлары болған. Міне осы үңгірдің түбіне келіп жеттік.
Енді кейін қарай шығайық. Бұлай негізі іші адам бойы толық сияды, бірақ жаңа келген адам бойында бір қорқыныш ұялайды екен, себебі осындай жазу уақытында улы жәндіктер болуы мүмкін деген. Мен кейін қарай шығайын. Ауданның көрікті жерлерінің бірі Қасқырлы сарқырамасы. Аңызға сенсек, су тасқыны кезінде сарқырамаға 7 бөлтірегімен келген қасқырдың күшіктері суға кетіп, өзі аман қалған. Ол күнде кешкісін сол жерге келіп ұлиды екен. Бұл жердің табиғаты өте әдемі. Мұнда демалуға тек жергілікті тұрғындар емес, сонымен бірге ресейлік саяхатшылар да келеді. Міне құрметті көрермендер, Қарғалы ауданындағы атақты Қасқырлы сарқырамасы. Осы жерде мамыр және маусым айларында қардың суы жоғардан төмен қарай сарқырап тұрып ағады. Өз көзімен көрген адамға бұл үлкен бір табиғаттың сыйы болады. Егер осы орында біздің кәсіпкер ағаларымыз қолына алып туристік аймаққа айналдыратын болса, бұл жермен еліміз бойынша және көршілес елдерінде туристер ағылып келер еді. Туризм табыс көзі, өңірлердегі тарихи мәдени ескерткіштердің тарихын білу, таным көзін ашу, елбасы алға қойған ізгі мақсаттарды көздейді. Сондықтан ұлттық құндылықтарымызды әлемге таныту үшін алдымен өз-өзіміз танығанымыз жөн. Қазақ хандығының 550 жылдығы аясында ұйымдастырылған телеарнамыздың Атажұрт телеэкспедициясының Қарғалы ауданындағы сапарының мақсаты да осы болатын.